прокуратурасы Гаагага ишгал этилген ярымадада Русия жинайтлерinin делелерini yolladı. Bunu prokuraturannın saytında bildirелер. Ишке Кырым сәкенлерінің ақ ве сербестлігінің бұзылуыны таздықлаған делелер кірді. Мулкиетнің милийлештіруі ве хырсызлавы, ишганжелерінің арби тешкилатларына чағырувлар, ватандышлықның дінештіруі ве илахри. Бұның еле прокуратура ве инсан ақлары бойынша Украин Хельсин группасы арасында умуми делелер базасының тешкил етілмесі үшін меморандум имзаланылды. Роман Сущенкоға 10 яшыны толдырған оғлы Максимның хайырламаға мұсады еттілер. Бұны Укринформға журналистің айлесі білдірді. Сущенконың язғанындан алынма Максим оғлым хайырлы яшлар олсын. Сағлам ол, аққы еркек олып оз. Сені севем көрішкенже. Бабан Роман. Мухберні Москвада былтыр сентябрь айында яқаладылар. Оны жасуслықта қабатладылар. Украина мудафа назірлігінде бұл кеби қабатлауларны рет еттілер. Русия махкемесі журналистны сентябрьнің 30-на қадар апсты қалдырды. Одессаның 8-нче халқара кинофестивалі девам етті. Бұл сене фестивальге 1000 иштиракчы қошылды. Тедбірнің 3-нче күні өз ішлеріні Украина, Америка Қошма Штатлары, Франкистан ве дігер мемлекетлерінің режиссерлары көстіре. Бұның әлі әр күн сериалларының зерджілер үшін көстіревлері кечірілі. Бұл әдетні бұлтыр тәсіс еттілер. Целый ряд историй. Бүгін екейлерінің бұйық бір қысмы сериалларға кіреве. Сериалларының чықаруына янашма сонки елларының ішінде дүнияда пек жеди олды. Авропа ве Американың белі сериаллары әнді чуқтан берлі бұйық тренд олып сайыла. Ишғал етілген Қырымға кіріш низамыны ярым ел ішінде 600 геме бұзды. Ярымада прокуратурасы бұл гемелерге незбеттен тақиқатны девам етірмек ниетіндедір. Шымды олардан учу тевқыф етілген. Бұның әле білдірілгені кебе бүгінке күнде Украинаның Русия ве дігер девлетлерінің ава шіркетлеріне қаршы запт етілген Қырым üzerinde қанунсыз учушылар себебінден бірінші давалары енді açılған. Ан-74 Украин учағыны Казахстанға саттылар. Мұштыры 15 миллион долларны ödedi. Бұны Фейсбукта баш назир Владимир Гройсман білдірді. Бірінші ава кемесіні кележексіне теслим етежек олалар. Үкімет башы қайдеткені кебе Украина елерде де яны чаршыларны елде етежек. Украинада қачақ авжаларға пара жазаларны дор қат артырдылар. Орман ресурслары Девлет агентлігінде білдіргені кебе, яны қайдылер июль 25-ден чалышачақ. Сағаны үлдіргенлер әнді $3000 төлемеге мечбур олыр. Қарачының үлдіріві үшін $1,500. Муфлонын үлдіріві үшін $1000 өдемеге керек олажақ. Бұның іле юваларының ве күндіз бентлерінің йоқ етілмесі үшін пара жазаларны 10 қат артырдылар. Киевде Moto Open Fest фестивалі башланды. Yüzlerce спортшы қошуларының бір қатшы шытынды Киев купыны қазанмаға тырышачақ. Тәдбір Пирогова меморжылық ве маишет музейінде башланды ве Чайка автодрому территориясына кечті. Байкерлері берабер шер бойынша мэр Виталий Кличко да кечті. Шер башы дегені кеби мотоцикл әр вақыт сербестлік ве романтика тымсалі еді. Мотоцикл – це символ. Символ свободи. Мотоцикл тымсалыдыр. Сербестлік ачық ава тымсалы. Мотоциклге ич олмағанда бір кеременген инсан ұнытылмайжақ дұйғыларны есеті. Мұнда мотоцикл хасталары сербестлік ве ихтималсыз дұйғу хасталары чоқтыр. Ишғал етілген Қырым сәкенлерінің Украин банклары өгінде боржыларны ләғу етмеге істейлер. Мутинасип қанун лихасына Русия Девлет думасында қол тұталар. Бойлеліктен $83,000 ашмаған одыншыларны ләғу етежеклер. Апслерні қанунын қабул етілмесінден 90 күн соңра ләғу етерлер. Иқтисади экспертінің фікіріне көре, Украин банклары бір шей жоймас. Чүнки қырымлыларының одыншыларыны енді чоқтан Русия коллекторларына саттылар.
Венесуэла президенті Николас Мадуро мұхалифетінің халық референдумыны кечірмеге мұсады етті. Вақат бұны тынч суреті етмеге чағырды. Айны вақытта акимиет милли тесіз топлашывы азырларының сайлавы бойынша реберівнің репетициясыны кечіре. Оның чағырывыны мұхалифет анаяса бозылывы оларақтаны. Бұ сайлавлар мемлекетте ұзын вақыт дывамында кечірілген наразылық ве чатышмаларының себебі болды. Референдумны Латин Америка мемлекетлерінің шу жүмледен Мексика, Колумбия, Боливия ве Коста-Риканың сабық президентлері незарет етежек. Қатарны блок еткен араб девлетлері ФИФАға мұражат еттіп, мемлекеттен 2022 сенесі футбол бойынша дүния чемпионатыны кечірмек ақыны алмаға талап етті. Бұны қатарның халқара терроризмге қол тұтқанының аңлыталар. ФИФАда білдіргенлері кеби президент Дженни Инфантино ешбір вақыт бұ кеби мұражатыны алмаған ве бұның ақында изат бермегенеді. Құдысының Исас мұқадесерлерінден бірі Мабеддағы Кене зеретке ачық. Оны тәкдемір детекторлары чірчевелерінден кірсетелер. Фақат мұсылманларының чоқысы олардан кечмеге истемек. Израиль акимиеті мұқадес ерінің территориясыны незарет етмек үшін комплекс тышында юксек діреклерде камераларына қоймаға емир етті. Евелдағны еки полиция қадинын өліміне кетірген теракт себебінден қапатқан еділер. Финляндия ешіл адамчықларға yol бермес. Мемлекет территориясында ишаретлері олмаған білгісіз арби бөліклерінің пейдаулығына имкан бермемек үшін акимиет мутинасип қануны қабул етті. Ойынды чалышы башлады. Весиқа сынырда 2014 сенесі Украин қырымында олғаны кеби дегер девлетлерінің менфаатыны Құруған селялы тәшкілетларының пейдаулығының оғыны алымақ үшін акимиет ве низам құруйжыларының векелетлеріні кенелшілеті. Русия баш барат идаресінің мақсус группалары ве ярымадының ижалыны кечірген ишаретсіз арбилерге башта ешіл адамчықлар деп айтайдылер. Мадрид махкемесі Ресам Сальвадор Далінің жеседіні мезардан чықармаға қарар етті. Қарарны Даліні өз бабасы оларақ адлаған Пилар Абель Мартинесінің давасыны бақып чықардылар. Оның сөзлеріне көре анасы Ресамның айлесінде çalışқанда оның иле гизле суретте көрішкені ақандай кегеті. Эсгумацияны елінің 20-сінде кешірежеклер. Мезар фигураста Ресамның тәшкіл еткен Сальвадор Дали театр музейінде сақлы. Жесеті елі мағаз бина табанын ташлары астында тұра. ДНК талеліні музейде алажақлар. Қалымтыларыны оның тышына чықармайжақлар. Эндіден істегенеден Плутонға виртуал кезінтіге бара білежек. Американың НАСА аэрокеанат агентлігі New Horizons кеанат аппараты вастасынен чықарылған фотолардан видеороликны ашкар етті. Қайт етілгені кеби фоторесімлеріні да 2015 сенесі чықарған еділер. Ролик Плутонның үстінден башлана бір чоқ дақ ве бұғзеле қапланған территория көріне. Бұның әлі Плутонның сәттілеті қароны көстірген видеода ашкар етілген. Русияда белі актер Владимир Толоконников вефат етті. 74 яшында еді. Зенадашларының сөзлеріне көре сонки вақытлары актер пек хаста еді. Актерны Москвада Троекуров мезарлығында дефан етежеклер. Толоконников бір сыра фильм ве театрда ойнаған еді. Фақат сабық советлер мемлекетлерінде 1988 сенесі Михаил Булгаковның «Көпек юреги» сатирик романы бойынша чықарылған фильмде адамға чевірілген Көпек Полиграф Полиграфович Шариковны ойнағаны сесінде нам қазанған еді. Желаю, чтобы все. И вам того же.